Баршаңызға қайырлы күн достар. Қасиетті Рамазан айында кешкі ауызашарға өте дамды влажный кекс по-турецки дайындаймыз. Ол үшін бізге ыдысымызға 2 дана жұмыртқамызды жарып аламыз. Үстіне қантымызды салып, жақсылап тұрып миксерлеуіміз қажет. Массамыз жақсылап ішінде қанты еріп, ағарғанға дейін жақсылап миксерлеуіміз қажет. 5-10 минут уақыт алуы мүмкін. Жақсылап миксерлеп болғаннан кейін дәл осындай ақ түсті болу керек массамыз. Осы кезде үстіне бөлме температурасында тұрған сүтті құямыз, сұйық майды құйып, тағы да аздап миксерлеп жібереміз. Осы кезде оның үстіне какаоны разжижителді салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Және осы құрғақ заттарымызды ситу арқылы өткізіп алуымыз қажет. Бұл жерде оның түйіршіктері қалып кетуі мүмкін, сондықтан осылай ситудан өткізген жөн. Жақсылап барын араластырамыз, формамызға құямыз. Форманың диаметрі менде кішкентай 22-10. Сіздер дөңгелек формаға салсаңыздар да болады. 24 диаметрі формаға сияды. Міне формамызға салдық. Қызып тұрған пеште 180 градуста 30 минут пісіріп аласыздар. Осы кезде енді біз соусын дайындаймыз. Ол үшін бізге сүтке қантымызды, сұйық майымызды және 3 қасық какаомызды салып, барлығын осылай өткізіп аламыз және араластырамыз. Жақсылап барын араластырамыз. Енді отқа бір қайнатып аламыз. Осы кезде мына бисквитіміз дайын. Осыны бұрышкамен тесіп аламыз. Су жан-жағына тию үшін. Міне массамыз қою болды заливкамыз. Енді осыны пирог бетіне құйып шығамыз ыстық күйінде. Және ауызашарға берер алдында міндетті түрде суытуды ұмытпаңыздар. Сіздерге осы видео ұнаған болса, ardына тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.